Көркем мінез. Көркем мінездің абзалдығы. Жақсы мінез адамның ең құнды қасиеті. Соның арқасында нағыз батыл адамдардың болмысы ашылады. Алла тағала пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам көптеген ізгі қасиеттер сыйлаған. Соның ішінде Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам жақсы мінез құлқын көбірек мадақтаған. Алла тағала былай дейді: расында сен, уа пайғамбар, ең ұлық мінез иесісің. Кәләм сүресі 4-ші аят. Ғалымдар ұлық мінез ешкіммен жауласпайтын, ешкімге дұшпандық ойламайтын мінез. Бұл Алла тағаланы танудың жоғарғы деңгейінің көрсеткіші дейді. Енді бір ғалымдар ұлық мінез адамдардың саған көрсеткен дөрекі мінез құлқының барлығын Алланың бұйрығы деп білу дейді. Ғалымдардың енді бір тобы ұлық мінез тек Алла тағалаға ғана қараған назар дейді. Сондай-ақ дін ғалымдары жоғарыда аталған Құран аятында кеңінен тоқталып: уа пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, сен ұлық мінез иесісің. Мұндай қасиетке ешбір жаратылыс жете алмайды. Сен халықтың зұлымдығына шыдамдысың. Мұны ешкім жасай алмайды дейді. Сен Алланың ақылақымен безендірілгендіктен адамдардың жала жабуы саған әсер ете алмайды және олардың жамандығынан азап көрмейсің. Өйткені сен өз күшіңмен емес, Алланың құдіретімен сабыр етесің. Алла тағала айтқандай: сабыр етіңдер, сабырларың тек Алланың жәрдемімен болады. Нахл сүресі 127-ші аят. Алладан асқан сабырлы ешкім жоқ. Сондай-ақ аяттағы ұлы мінез иесі деген сөздер Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам артықшылығын көрсетіп, пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам тек мақтауға лайық қасиеттерін және Алланың разылығына сай амалдарды бар екенін білдіреді. Оның бәрі тек Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам тән. Сондықтан Алла тағала былай дейді: уа пайғамбар, оларға айт: мен Құран әкелгенім үшін ақы талап етпеймін және өзімде болмаған мінезді көрсетуге тырыспаймын. Сад сүресі 86-ші аят. Былайша айтқанда, мен жақсы мінезді боламын деп көзбояушылық жасамаймын. Өйткені бұл ұзаққа бармайды. Ондай мінез ерте ме кеш пе бұрынғы қалпына қайтып келеді. Сондай-ақ дін ғалымдары адамның мінез құлқы оның кіммен дос болғанына және қандай да бір қарым-қатынасты сақтауға байланысты өзгертетінін айтады. Хадисте айтылғандай, адам өз досының дінінде. Сондықтан әркім өзінің кіммен дос екеніне мұқият қарасын. Тағы бір хадисте: адасушылыққа түсіп, дінде бидғат жасаушыларға ермеңдер. Арасында ол қышыма сияқты жұқпалы. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам мінез құлқын Алла тағала Құранда атап өткен және ұлық сөзмен сипаттаған. Алла тағала Құранда да солай атаған. Пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам мінезі өзінен бұрынғы барлық пайғамбарларға тән асыл қасиеттерді қамтиды. Нұхтың саллаллаху алейхи уассалам мейірбандылығы, Ибрахим алейхиссалам Раббысымен достығы, Мұса пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам шынайылығы, Исмаил алейхиссаламның пайғамбардың уәдеге беріктігі, Аюб алейхиссалам мен Яқуб алейхиссаламның пайғамбарлардың сабырлығы, Дәуд алейхиссалам пайғамбардың адамдарды ақтау қабілеті, Сүлеймен алейхиссалам және Иса алейхиссалам пайғамбарлардың қарапайымдылығы, сондай-ақ басқа барлық пайғамбарлардың қасиеттері. Алла тағала бұл туралы: уа Мұхаммед, алдыңғы пайғамбарлардың тура жолын ұстан дейді. Бұл жердегі тура жол Алланы тану дегенді білдірмейді. Өйткені тану өзгеге еруге негізделген. Ал бұл пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам жараспайды. Сондай-ақ шариғат туралы да айтылып тұрған жоқ. Өйткені Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам шариғаты алдыңғы пайғамбарлардың шариғатын жойды. Бұл жердегі тура жолдың мағынасы алдыңғы пайғамбарлардың көркем мінездерін ұстану. Раббымыз пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам тура жолмен жүруді бұйыру арқылы алдыңғы пайғамбарлардың жақсы қасиеттерін бойына жинақтауды бұйырды. Бұрынғы пайғамбарлар мен елшілердің ешқайсысы мұндай жоғары дәрежеге жетпеген. Сондықтан Алла тағала ұлық мінез иесі ретінде Мұхаммед пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам ерекше атаған. Алланы танығандардың бірі былай дейді: пайғамбардың бәрінде бар қасиет, соның бәрін жинаған жан Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Жоғарыда айтылғандардың барлығы Айша анамыздың пайғамбары саллаллаху алейхи уассалам мінезі туралы сұраққа берген жауабындай, оның мінезі Құран деген сөзбен түйінделеді. Яғни пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам Құранда айтылған барлық жақсы мінез бен мақтауға тұрарлық қасиеттерге ие екенін, сондай-ақ қасиетті жазбаларда тыйым салынған істерден, жаман қасиеттерден ада болғанын меңзеген. Тағы бір хадисте Айша анамыз былай деп жауап берген:
Сен Құранның мына аяттарын оқымайсың ба? Шынында иман келтіргендер құтылды. Олар намаздарын аса ыждахатпен оқиды. Олар бос нәрселерден аулақ болады. Олар зекеттерін береді. Олар ұятты жерлерін қорғайды. Бірақ жұбайлары немесе меншіктілері болса, оларға сөгіс жоқ. Кім бұлардың басқасын іздесе, міне солар шектен шығушылар. Олар аманаттарына берік, уәделерін орындаушы. Олар намаздарына ұқыпты. Міне солар мәңгі қалатын Фирдаус жәннатына мұрагер болады. Мумин сүресі 1-11 аяттар. Бұл пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам мінезі. Сондай-ақ бұл аяттарда пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам көркем мінезі туралы өнегелер бар. Жүрек қасиеттерінің негізі иман, дене қасиеттерінің тірегі намаз, мал-мүлік қасиеттерінің негізі зекет, бөгде әйелдерге қатысты кіршіксіздік, аманатқа адалдық және уәдеге беріктік. Бұл аяттарда Алла тағала парыз намаздарды ұқыппен орындаушыларды 2 рет қайталап, намаздың маңыздылығына ерекше назар аудартады. Жүнайд әл-Бағдади пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ұлық мінез иесі еді. Ол өз үмметіне 2 дүниенің жақсылығын тіледі, бірақ оны өзіне алуға ұмтылмады дейді. Хусейн ән-Нури құдүсір былай дейді: Алла оның рухын, ішкі дүниесін өз қасиеттерінің нұрымен толтырған кезде, пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам мінезі қалайша ұлық болмайды. Шейх Акбардың Талхих әл-Азхан кітабында былай делінген: пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам қысқа мағынасы терең әрі хикметті сөздермен сөйлеу қабілеті берілген. Ол адамдарды кемелдікке жеткізу және көркем мінезді үйрету үшін жіберілген. Сондықтан Алла тағала расында ұлық мінез иесісің дейді. Бұл Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам жолының ең дұрыс жол екенін көрсетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам расында Алла тағалада 360 қасиет бар. Кімде-кім осы қасиеттердің тым болмағына біреуіне ие болып, Алланың бірлігін мойындаса, жәннатқа кіреді. Сонда Әбу Бәкір радиаллаху ан: "Уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, менде осы қасиеттердің тым болмаса біреу бар ма?" деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Олардың бәрі сенде бар, уа Әбу Бәкір. Аллаға ол қасиеттердің ең сүйіктісі жомарттық" деді. Алла тағала адамның ең жақсы қасиеттері жаратушыға толық мойынсыну және Раббысына риза болу. Ал адамдар арасындағы қарым-қатынаста жұмсақтық пен жомарттық. Алланың бірлігі сөздерінің мынандай мағынасы бар: имансыз адам да жақсы мінез болатыны сияқты, жақсы мінез құлықсыз да иманды адам болады. Олай болса, жақсы мінез иманмен толықтанса, мөминге еш нәрсе істеуге де қалдыруға да бұйырылмас еді. Көркем мінез діннің негізі. Діннің негізі көркем мінез. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар мінезді кемеліне келтіру үшін жіберілген. Бұл жайында Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: "Расында мен көркем мінезді жетілдіру үшін жіберілдім" дейді. Көркем мінездің мәні адамның үй ішіне, қызметкерлерге және барша мұсылмандарға жайдары, жұмсақ болуы. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам жәннат тұрғындары жұмсақ, жайдары және басқаларға жақын адамдар, ал тозақтықтар тымырсық әрі қатыгез дейді. Сонда сахабалар: "Уа Алланың елшісі, қатыгез адамды қалай тануға болады?" деп сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұлар отбасыларына, достарына және туыстарына қатал адамдар деп жауап береді. Ұлы Раббымыз: "Адамдарға жақсы сөз сөйлеңдер" Бақара сүресі 83 аят дейді. Сондай-ақ Алла тағала былай дейді: "Уа пайғамбар, құлдарыма айт, айтатын сөздерін ең көркем түрде жеткізсін" Исра сүресі 53 аят. Жақсы сөз жарым ырыс. Өзгелермен қарым-қатынаста жаныңызды жадырататын қасиеттерді көрсетіңіз. Жылы сөз, жағымды істер. Сондай-ақ жаман, ұятты сөздерден, жаман істерден аулақ болуға тырысыңыз. Өйткені Алла тағаланың өзге құлдарына қатысты белгілі бір әрекеттерді жасағанда, ондай әрекеттерді Алла тағала саған да жарата алатынын ұмытпау керек. Біліп қойыңыз, мұндай жаза ең дұрысы. Яғни, кімде-кім Алланың құлдарына жәннат болса, мейірімін төгіп адамдар саялайтын салқын көлеңке бола қалса, Алла тағаладан да лайықты сауап алады. Өйткені қожайынына құрмет белгісі ретінде құлды құрметтеген адам шын мәнінде қожайынның өзін биіктеткені. Сондықтан хадис-i құдсиде Раббымыз қиямет күні құлына: "Мен аш болдым, бірақ сен мені тамақтандырмадың. Мен сенен шөлімді қандыруды сұрадым, бірақ сен маған су бермедің.
Мен ауырдым, ал сен маған келмедің. Бұған құл былай деп жауап береді: сен бүкіл әлемдердің Раббысы бола тұра қалай аш боласың? Бүкіл әлемдердің Раббысы бола тұра қалай ауырасың? Сен бүкіл әлемдердің Раббысы бола тұра қалай шөлдейсің? Алла тәбарак ва тағала: менің пәленше құлым ауырып жатқан еді. Егер оның халін сұрап барғаныңда, мені оның жанында табар едің. Менің пәленше құлым аш еді. Егер сен оны тамақтандырғанда, менен оған не берілгенін білер едің. Менің пәленше құлым сенен шөлін басуды сұрады. Егер сен оған су бергенде, оны менен табар едің. Яғни Алла Тағала өзінің мен аш болдым, ауырдым, шөлімді қандыруыңды сұрадым деген сөздерін мына сөздермен түсіндірді. Менің мынадай құлым аш болды, мынадай құлым ауырды, мынадай құлым сенен шөл қандыруыңды өтінді. Жақсы мінез иесіне екі дүниеде де абырой әкеледі. Бұл туралы Әбу Талиб туралы айтылған хадисте баяндалады. Бір күні Аббас радиаллаху ан уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, Әбу Талиб сені қорғап көмектесті. Бұл оған о дүниеде пайдасын тигізе ме деп сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: иә, егер мен болмасам, ол тозақтың ең төменгі қабатына түсер еді деп жауап берді. Сондай-ақ Әбу Лахаб түсінде бас бармағынан шыққан суды сорып ішіп жатқанын көргенін және бұл әр дүйсенбі күні түнде орын алғанын айтылады. Бұл болса Әбу Лахабтың Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келгені туралы сүйінші хабар алғаны күні қуанғанынан құлын азат етумен байланысты. Алланың сүйікті құлдарымның бірі Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам үмметінен кімде-кім оны саллаллаху алейхи уассалам көремесе және оны көруді шын ниетімен қаласа, Құранға қарасын. Өйткені Құранға қарау мен сүйікті пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам қараудың айырмашылығы жоқ. Құран Абдул-Муталибтің ұлы Абдулланың ұлы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам атты адамның жайылған бейнесі іспетті. Тағы бір салих адам кімде-кім Алла елшісінің дидарын тамашалағысы келсе, оның сүннетіне, әсіресе ұмытылған сүннеттерін ұстансын. Өйткені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетінің қайта жаңғыруы пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам қайта тірілуіне ұқсас. Ал Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сүннетін қайта тірілткен адам бүкіл адамзатты тірілткендей болады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам барлық жақсылықты кемелдікпен бойына сіңірген. Сондай-ақ тақуалы жандардың бірі былай дейді: Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бүкіл адамзатқа пайғамбар ретінде жіберілгеннен кейін адамдар үшін жаман мінез құлыққа қатысты түсініксіз ештеңе қалмады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам олардың шығу жолдарын егжей-тегжейлі түсіндіріп кетті. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдарға жақсылық пен жамандықтың не екенін анықтап, түсіндіріп бергендіктен, адам баласының жамандық жасауына ешбір себеп қалмайды. Дін ғалымдары Алла Тағаланың пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам жердегі барлық нығметтердің кілтін ұсынғанын, бірақ Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам оларды қабылдамағанын атап өтеді. Алла Тағала пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам Миғраж күні көкке көтеріп, оған барлық періштелерді жәннатты көрсетті. Бірақ Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оның бәріне мән бермеді. Алла Тағала былай деді: пайғамбардың назары рұқсат етілетін нәрседен еш жаққа таймайды және шектен шықпады. Нәжм сүресі 17 аят. Ол оң солына қарамады. Сондықтан Алла Тағала: расында сен ұлық мінез иесісің деді. Бұл Алла елшісін саллаллаху алейхи уассалам ақ жолдан тайдыруға қиыншылықта, молшылықты мәжбүрлей алмайды деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қаншама қиындық пен азапқа шыдап, сабырлық танытқаны белгілі. Оның мүбәрәк басы жараланып, тісі сынды. Соған қарамастан: о Раббым, үмметімді кешіре көр, олар не істеп жатқандарын түсінбейді деп жалбарынады. Қиямет күні әр пайғамбар өз қамын ойлап тірілсе, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үмметім деп тіріледі. Көркем мінез туралы айтылған сөздер. Көркем мінезге қатысты айтылатын көптеген алтынға бергісіз сөздер бар. Жақсылыққа баулып ғапыл жүректерді ояту мақсатында солардың кейбіреулерін ұсынып отырмыз. Бірінші, Алла елшісінен саллаллаху алейхи уассалам иман жағынан ең абзал кім деп сұралды. Ол мінезі ең жақсы адам деп жауап берді. Олар бақытсыздық деген не деп сұрағанда, ол жаман мінез құлық деп жауап берді. Екінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: егер Алланың құлдарына мал мүліктерінен садақа бере алмасаңдар, адамдармен жақсы қарым-қатынаста болып,
жылы шырай танытыңдар дейді. 3. Бірде пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам: "О Алланың елшісі, мүшриктерге қарсы Алла тағалаға дұға ет" деп сұралды. Сонда ол: "Расында мен жазалаушы ретінде емес, рахым ретінде жіберілдім" деп жауап береді. 4. Фудаил Құдуссирру: егер адам көп жақсылық жасаса, бірақ қауығына жақсы қарамаса, ол тақуалардан емес дейді. 5. Жақсы мінез құлық жасаған ғибадаттарын түкке тұрғысыз санау, ал Алланың берген барлық неғметтерін биіктету деп айтылады. Шах Әл-Кармани Құдуссирру былай дейді: жақсы мінез құлықтың белгісі өзгеге зиян келтірмеу және олардан қиындықтарына төзе білу. 7. Салих Уахб Құдуссирру: кімде-кім 40 күн бойы бір жақсы қасиетті ұстанса, Алла Тағала оны қолына тұрақты мінез қылады дейді. 8. Хасан Әл-Басри Құдуссирру: Алла Тағаланың киіміңді таза ұста. Муддассир сүресі 4-ші аят сөзін "Уа пайғамбар, мінезіңді түзе" деген мағынада деп түсіндіреді. 9. Әбу Хафстан жақсы мінез құлық туралы сұралғанда, ол былай деп жауап берді: Алла Тағала пайғамбарға саллаллаху алейхи вассалам: "Кешірім жолын ұстан, дұрыстыққа бұйыр, надандардан аулақ бол" деп бұйырды. 10. Көркем мінез жүректің бөтен, жат жердегідей жағдайда болуы, яғни сырты халықпен бірге болу, бірақ жүректі тек Аллаға байлау. 11. Жақсы мінез адамдардың кез келген дөрекілігін сабырмен қабылдау, Алланың тағдырына разы болу деп айтылды. 12. Жаман мінез иесінің жүрегін қысады, өйткені тар жерге бір ғана адамның сыйғанындай, оның жүрегінде өз мақсатынан басқа ешнәрсе болмайды делінген. 13. Жаман мінездің белгісі өзгенің кемшілігін көре беру деп айтылды. Көркем мінез туралы әңгімелер. Өткен ұлы адамдардан бізге көптеген таңғажайып әңгімелер жетті. Кейбіреулер үшін бұлар ойдан шығарылғандай болып көрінуі мүмкін, бірақ бұлар шынайы оқиғалар. Тақуалар Алланы тану дәрежесіне жетіп, соның арқасында көркем мінез иесі болды. 1. Абдулла ибн Омар радиаллаху ан намазы дұрыс оқыған бір құлды азат етеді. Оны көрген басқа құлдары намазды көрсету үшін әдемілеп оқи бастайды. Дегенмен Абдулла радиаллаху ан олардың барлығын азат етеді. Бірде Ибн Омарға радиаллаху ан оның осы әрекет туралы айтылғанда, ол: "Кімде-кім мені Алланың діні турасында алдаса, мен алдануға дайынмын" деп жауап береді. 2. Ахнаф ибн Қайыстан Құдуссирру: жақсы мінез құлықты кімнен үйрендің деп сұрағанда, ол Қайс ибн Асим Ан-Накриден деп жауап берді. Сосын одан: "Ал оның мінез құлқы қандай еді" деп сұралды. Ахнаф Құдуссирру былай деп жауап береді: "Бір күні оның қызметшісі кәуап әкелмек болды. Кәуап өте ыстық еді. Күннің қолынан сырғып кетіп, кішкентай баласы Ибн Асимге құлап, оның өліміне себеп болды. Күн қатты абдырап қалды. Ал Қайс ибн Асим Ан-Накри Құдуссирру оған: "Қорықпа, саған қауіп жоқ. Мен сені Алла рызығы үшін азат еттім" дейді. 3. Балалар Уейс әл-Қараниді Құдуссирру көре қалса, оған тас лақтыратын. Ол балаларға былай деді: "Егер маған тас лақтыруды қоя алмасаңдар, ең болмағанда кішкентай тастарды лақтырыңдар. Әйтпесе аяғыма зақым келіп, тұрып намаз оқи алмай қаламын." Бір күні бір адам Ахнаф ибн Қайыстың Құдуссирру соңынан еріп, оны жамандай бастайды. Ахнаф ибн Қайыс Құдуссирру бір көшеге жеткенде тоқтап: "Ей жас жігіт, маған айтатын тағы бір нәрсең болса, бәрін осы жерде айт. Әйтпесе, осы көшенің жындылары сенің балағат сөздеріңді естіп, саған зиян келтіруі мүмкін." 5. Бірде мүминдердің әміршісі Али ибн Абу Талиб радиаллаху ан қызметшісін шақырады. Ол болса жауап бермейді, қайта шақырады. Сонан соң Али радиаллаху ан қызметшісіне өзі барады. Оның жатқанын көріп: "Ей құл, мені естімейсің бе?" деп сұрайды. Құл естігенін айтқанда мүминдердің әмірі: "Олай болса шақыруыма неге жауап бермедің?" деп сұрайды. Қызметшісі: "Сенің мені жазаламайтыныңа сенімді едім, сондықтан келуге еріндім" дейді. Сонда Али радиаллаху ан: "Онда бара бер, мен сені Алла рызығы үшін азат еттім" дейді. 6. Маруф әл-Құрхи Құдуссирру Құран мен киім кешегін бір жерге қойып, дәрет алу үшін Тигр өзеніне келеді. Осы кезде бір әйел келіп, Маруф әл-Құрхидің Құдуссирру Құраны мен киімдерін алып кетеді. Ол болса бейтаныс әйелді қуып жетіп: "Әй әпкем, мен Маруфпын, мен сізге кінә артпаймын. Бір сұрағым бар, Құран оқитын ұлыңыз бар ма?" Ол жоқ деп жауап берді. Сонда Маруф: "Құран оқитын жарың бар шығар" деп сұрайды. Ол тағы да жоқ деп жауап бергенде, Маруф: "Олай болса Құранды маған қайтар,
ал сыртқы киімдерді өзіңе қалдыр деді. 7. Бір күні ұрылар шейх Абу Абдурахман әс-Сәлмидің Құдүсир үйіне баса кіріп, бәрін алып кетеді. Кейін ол бір досына былай деген екен: бірде базарға барсам, ұрланған шапанымды көрдім. Мен ол жаққа қарамау үшін бұрылып кеттім. Бірде Малик ибн Динарды Құдүсир әйелі жақсылықты көрсетіп жасаушы деп шақырды. Ол: әйел, сен маған Басра қаласының тұрғындары да білмейтін ең лайықты лақап ат тақтың деді. 9. Яхия ибн Зияд әл-Харисидің Құдүсир мінезі нашар қызметшісі болды. Яхиядан Құдүсир неге мұндай жаман құлды ұстайсың деп сұрағанда, ол: мен оның жаман мінезіне сабыр етуге тырысамын. Ол мені момын болуға үйретеді деп жауап берді. 10. Бір күні Ибрахим ибн Адхам Құдүсир шөл далада бір жауынгерді кездестірді. Жауынгер: ел қоныстанған жер қайда деп сұрайды. Ибрахим Құдүсир зияратты нұқсайды. Жауынгер оны келеке етіп жатыр деп ойлап, Ибрахим алейхиссаламның басын қатты ұрып жаралайды. Ибрахим алейхиссалам кетіп қалған соң, жауынгерге оның Хорасандағы атақты захид тақуа Ибрахим ибн Адхам екенін айтады. Кейін жауынгер одан кешірім сұрап келеді. Ибрахим Құдүсир: сен мені ұрғанда мен Алла Тағаладан саған жәннаттың беруін сұрадым дейді. Жауынгер таңғалып оның себебін сұрайды. Сонда Ибрахим Құдүсир былай деп жауап береді: сен мені ұрғаның үшін мен Алладан жақсы сый алатынымды түсіндім. Мен сенен жақсылық көргенде, мен үшін сенің жамандық көргеніңді қаламадым. 11. Шейх Абу Осман әл-Харидің Құдүсир бір кісі қонаққа шақырады. Тақуа адам шақырылған үйдің қақпасына жақындағанда, иесінің: уа шейх, қазір сенің кіретін кезің емес. Негізі мен сені шақырғаныма өкініп қалдым, кете беріңіз деген сөзді естиді. Абу Осман Құдүсир кері қайтады. Шейх үйінің қақпасына жеткенде, әлгі қонаққа шақырған адам оның соңынан еріп келіп: уа шейх, айтқаныма қатты өкініп тұрмын деп, оны қайта үйіне шақырады. Діндар адам оған келетінін айтады. Шейх екінші рет қонаққа шақырған кісінің есігіне келгенде, үй иесінің бірінші рет айтқан сөздерін қайта естиді. Әлгі адам үшінші, төртінші рет діндар адамға дәл солай әрекет жасайды. Абу Осман әл-Хири Құдүсир әр кезде үндемей кетіп, қайта келіп отырады. Тағы бір осындай жағдайдан кейін үй иесі: уа шейх, мен сені сынағым келген еді деп мойындап, Абу Осман әл-Хириді Құдүсир мақтап кешірім сұрай бастайды. Сонда шейх былай дейді: иттен де табылатын бір қасиет үшін мені мақтамай-ақ қой. Ит те шақырса келеді, қусаң кетеді. 12. Тағы бір риуаят бойынша, бірде Абу Осман Құдүсир аптап ыстықта жол бойымен келе жатады. Кенет үйлердің бірінің төбесінен үстіне күл төгіледі. Жанында бірге жүрген достары қатты ашуланып айқайлай бастайды. Сонда Абу Осман Құдүсир: ұрыспаңдар, отқа лайық біреудің үстіне күл төгілді деп ашулану дұрыс па дейді. 13. Бір күні Жафар ибн Ханзалатты Құдүсир көруге бір мурид келеді. Үй иесі муридке қонақ жайлық танытып төрге шығарады. Ал ол болса: егер яхуди болмағаныңда жақсы адам болар едің дейді. Бұған Жафар Құдүсир былай деп жауап берді: менің дінім саған қызмет етуіңе зиян келтірмейді. Одан да Алла Тағаладан өзіңе шипа, ал мен үшін тура жолды сұрағаның абзал. 14. Отқа табынушылардың бірі Абдулла Хаят Құдүсир деген тігіншіге жиі келетін. Абдулла оған киім тігетін, ал ол болса оған үнемі жалған дирхаммен ақысын төлейтін. Бір күні Абдулла Құдүсир жұмысының қауырттығына байланысты дүкенге бара алмай қалады. Әлгі отқа табынушы жалған дирхамдармен тағы келеді. Абдулланың Құдүсир шәкірті ақшаны алудан бас тартады. Отқа табынушы шын дирхаммен төлеуге мәжбүр болады. Қайтып келген соң Абдулла Құдүсир шәкіртінен отқа табынушының көйлегі қайда деп сұрайды. Шәкірт оған болған оқиғаны айтып береді. Сонда Абдулла Құдүсир: қандай жаман іс қылдың? Бұл кісі маған ұзақ уақыт бойы жалған дирхаммен төледі. Мен сабырлық танытып, басқалар оның мен алданып қалмас үшін ақшаны құдыққа лақтырып отырдым.